Так, Иона ішке заттар кіргізіп болды ғой, иә. Так, кім кіргізіп болдыңдар ма? Кім еді аты? Ойбай, Марат кіргізіп болдыңдар ма? Бүкіл ішіндеген машинада заттар кіргіздіңдер ма? Я, басеке. Так, жақсы болды ғой, ауылға да супермаркет ашып, так, банкоматтар істеп тұр. Қыз, так, сейфте ақша жиналды ма? Сейфке сауытсын ба? Так, паролін жазайық. Так, өстіп нараға 110707. Так, ашылды. Охо, біразат жиналып қапты ғой ішіне. Так, ақша түсіп отыр екен. Каспийге де. Вот, қасында жерлер ауылда магазин ашылып жақсы болып қалдыңдар ма? Назар, саған рахмет. Ауылға осындай күшті магазин ашылып отыр. Оқасы жоқ қой. Есікті басылайық. Жетелдер толып. Так, аяқтарда дейтін бүкіл заттар таусылып жатыр екен. Шайнекте сатамыз біз, тамақта сатамыз, шашлыкте сатамыз, любойда сатамыз. Так, багажник жабайық. Мен мынау магазинге осындай бір әдем 4 алып болғанымда қанша жақсы болды, иә. Так, мен мынау жетелдердің 4-касы ғой, иә. Мынау да жетелдердікі. БМВ дәл менікіндей. БМВ E30 ғой, иә. Так, 4-ка отырайық. От алдырайық та. Ол сияқпен айдап кете салайық бірден. Так, өзім үйім қасыма, магазин жаққа қоя салайық. Құлыптап. Ана магазиндегі ботшик неге сандыққа салсамайын ба? Ойбай, жақсы қуазадым ғой. Ұсыраға стенкеге үстіп зор қоқ қойық та. Үстіп қоқ қойық. Ойбай, мен машина өшірмеппін ғой. Ойбай, өшірейік. Үстіп қоямыз. Болды емес па? Так, құлыпталды, иә. Пульпен жыдақ деді салам ғой, так. Так, берік. Кім Марат бе? Атың ұмыт қалдық қой. Марат, сұндыққа сап кеттім. Шкафқа кілтті. Тұрса өзің атқарасың ғой жұмысыңды. Басеке. Так, тұмау тиіп қапты мағанда. Бүгін 7-ші күн ба, е. Уже ертең бізге де сабақ екен. Так, мен достармен амандасып жүріп видео қосып жібердім. Так, балтырыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерназар, короче. Достар, бүгін біздер, ауылға кешеден бері мен неге жоғалып кетеді десеңіздер, ауылға мен не салып атқам, осындай супермаркет аштым. Видео түсірмедім бүгін, қиын болды. Бүкіл қаражатымды осы супермаркетке жұмсадым. Алдымда айтпақшы, миллионер үйіне ремонт салған кезде бүкіл ақшамды осы супермаркетке жұмсап жібердім, достар. Осындай 4-ка қойдым осы магазинге. Негізі менікі ғой, просто магазинге арнап алдым да. Багажнигі бол алдым. Жетелдердікі БМВ дегендер. Ауылдың ат жағына өсіп сақ қойдым, жақсы болды. Нараларға өсіп сақ болған. Мынанда өсіп ашық болған. Оп деп секіріп кетеміз, мынанда ашық болған жақсы болды. Өзім бойқам тұр. Так, мен итім Ақтөс. Молодец, Ақтөс. Сөйтіп тұр. Бүреді еще Ақтөсін. Так, нарада сағатты алып түсабем, жақсы болды. Так, ақша қалды ма? 4 миллион теңге қалыпты. Ладно. Так, видео салымды болыпты. Так, супермаркетке тағы да бір бәлелер енгізіп жіберем ау деймін да. Аяқтарда бар. Так, мэрге айтайын мен. Мэрге ашылу салтанаты енді әзір болады. Әзір болмайды, достар. Бірақ ашықта, как всегда, мэр жоқ. Мэр басқа жаққа кетіп қалған ау деймін, походу. Жақсы болды ғой, иә. Супермаркет ашып қойдым. Короче, достар, сіздерге мен супермаркетті толығымен обзор жасап өтейік. Осы супермаркетке толығымен обзор жасайтын. Короче, ол бүйтіп шайық. Мынау менің кузницам. Мына жақта мэрдің үйі. Так, мына жақта бар ғой. Бәйда, достар, мына яқ емес, мына жақтар бос тұратын еді ғой. Біз анау 13-ші ауылдағы ютуб хаусымыздағы дәл осы арада ютуб хаус тұрады. Мына жақта жоқ, ал енді менде нарада магазин тұрады. Осы осындай стоянка мен бүкіл магазин ашып қойдым.
Нарда короче сыртын көрсетіп кетсем, мына жақта жителдердің анау машиналары, жителдің басы. Жителдер арнап аштым, өйткені ауылда менен басқа кім бар? Жителдерден басқа деген ма? Так. Енді осы жақтарда ішін көрсетейін, жителдердің басы, короче. Ішін көрсетсем, кіре салғанда оң жақта кассир, мына жақта айтпақшы банкомат бар, ақша шығаратын, ақша салатын, сейф, компьютер, анау жандай. Мына жақта 2-3 банкомат бар. Что там жителдер? Йо, Нұзар, сағадан видео түсіресің ба? Конечно, менікі видео қойдым. Йо, жақсы болыпты. Так, мына жақта шашлык сатам, печенье, анау-мынау. Жителдер, мадификация алыңдар. Өзі. Так, мына жақтарда анау-мынау асқабақтікі, фрукты, пицца сатамыз ғой өзіміз деп. Так, тұсар мен мына жақтарда терезені кеше қойдым, так қойып салайын. Азанмен бүгін ашылып жатыр ғой, шетелдер заттар алуға келіп жатыр дегендей. Нарда сым қыпты мақыл. Ана тауық еті. Так, осы жақтарда осыны шайник нарда өз заттар таусылып қапты. Нарда пышақ, анау қайша, пайша, фрукты. Нарда жұмыртқа сатам, тауықтың көзім, тауығым барса да сатам. Мына жақтарда чизбургер дегендей. Короче. Жаңа сейфті көрдіңіздер. Банкомат, так. Сыртты көрсетейін енді. Сыртта тағы не бар? Машина бар, жақсы тартады. Базар жоқ. Кілтін алып, қала қорып кетейін бәлде. Ауылды бір аралатып қайтайын осы чизырнашкамен де. Так, өсіп қайтайық. Йо, барсекі. Не, қыз бар. Так, мына жақта өтейік та. Қалдырамыз да. Так, скорсіз. Достар, енді механика. Дұрыс, айдайамай етсем, ренжімеңіздер. Механика негізі андай қатты айдайамайым. Еще тогда 4К ғой. Нұфтысы қатты бұның. Так, осы жақтарда БМВ бар. Мен Ақтөстің үйі ойбай, егіндерді өсіру керек, жақсылап тұрып. Өсті дрифт сық қоясын бе ұршы. Мен енді ауылға жолда салу керек еді. Так, кеш отырсыздар енді мен видео қосуға не болмады бүгіндікке. Жап-жаңа зато магазин аштым. Супермаркет қой. Нарада ойбай, мышкы тазардым, оны 4К. Өштер слайық. Өстікті. Так, мына жақта мощный 4К бар екен. Так. Ауылға жап-жақсы супермаркет ашылды. Так, енді мына жақта саласылайық ішіне. Выживание қойта салайын. Так. Мен кеш болып қапты, үйде болып қотайын мен кеттім. Осыны видео болды, сұрға супермаркет аштым. Қанша қысқа болса да, көп болса да, аз болса да, осы супермаркет соқтығам. Сон влог ретінде көрсетесілейін деген бұл. Саласылайық. Мен арада кресломда да ремонтқа жіберем. Ремонт болғанда шындай тасылайын. Магазинге ақша жетпей қалды. Сағатты, кресло ақырмен де қымбат қой, бүкін сат жердім. Сәңасын сатып алам, нечен сатып алып магазинден. Пайдасын көрім, так өстіп. Болмаса бедеш мен. Кровать сындырып алайын да. Ойбай. Сындырып алып, өстіп қойайын да. Осыраға отырып алып, сіздерге жақсылап тұрып, микрофон қосайын да, жақсылап тұрып, видео түсірейін сіздерге арнап. Так.